Жедел ақпараттарды жеткізуді жалғастырамыз. Барша зейнетақы алатындар тезірек көрсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқылардың қатарында біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып осы видеомызға лайк баса кетіңіз. Зейнетақының 9%-ға және ең төменгі жалақыны 85 мың теңгеге дейін арттыру туралы заң жобасы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қол қоюға жіберді. Жаңа жылдан бастап, яғни 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап, тағы да қандай өзгерістер орын алмақ. 1 қаңтардан бастап базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс 407 теңгені құрайды. Мәжіліс Сенатының түзетулерімен келісіп 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы президентке қол қоюға жіберді. Заңда сәйкес 2024 жылға 1 қаңтардан ең төменгі жалақы 85 мың теңге, мемлекеттік базалық зейнетақы төленетін ең төменгі мөлшері 28 мың теңге, зейнетақының ең төменгі мөлшері 57 мың теңге, айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге. Видеомыз кеңінен таралу үшін және барша зейнетақы алатындар хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Басқа да шоу жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызға жазылып өтіңіз.